Ал енді құрметті достар, міне күз мамыражай өз бабымен қозғалып бара жатыр. Осы күзде біраз өзгерістер болады өміріміздегі. Айталық, Өмірбек досымыз 63-ке толып, зейнет жасын алқымдап зейнетке шығады. Өмірбек, Зейнеп екеуің қалған ғұмырда бала-шағаның ортасында 4 тұяғың мұқалмай, осы қалғандардың амандығын тілеп, жүзге келіңдер деп ойлаймын, деген тілек айтамын. Осы күзде достарымыз алыста жүрген Құсайын, 1 қазанда өзім, 4 қазанда София, оған лесе 20 қазанда Бибігүл, қарашаның басында алтын аяғына қарай Айша. Мүшілден шығамыз. Мүшілден аман есен шыққанымызда да қуаныштымын. Мынау ұзап бара жатқан күзге аманат. Біздің келесі жылы 4 көзіміз түгел, бәріміз бірге бас қосып, бір бай-қуатты, көңіліміз тоқ, қуанышты күндерді кездесуге жазсын деймін. Сондықтан да кәрісіздерге күзгі аманат деген өлеңді оқып берейін. Тауып алайын, өзі осы ұмытпасам, кітаптың бір 150-ші бетінде ме солай болатын. Есте де қалмайтын болды ғой, қай жерден есту керек екен. Міне. Әкеткен алып жылғысым, айтылмай қалған сырмысың. Үлпілдеп тұрған бұтақта үкілі үміт гүлмісің. Білмеймін маған кім едің. Таппады тұрақ жүрегім, ұзатып тұрмын күбірлеп, оралшы аман тілегім. Қыстағы қатал кезімде, көктемгі мөлдір сезімде, жайлау шалқар жаз күнім, барлығы күзім өзіңде.